Әкесінен 3 жасында жетім қалған сара қыз тұрмыс тауқыметін көп тартады. Туысқаны Жайсаңбекке өгіз ұрладың деген жала жабылып, одан да айырылады. Қамқорлық танытып, анасымен бірге көшіріп әкелген Тұрысбек қажы Сараны тумысынан кемістігі бар 40 жастағы бай баласы Жиенқұлға айттырады. Бұны естіген Есімбек қажы дауға араласады. Алайда бұлардың ешқайсының Сараның жеке басымен шаруасы жоқ еді. Даудың соңы бар болғаны қалың малды екі қажының тең бөліп алуымен тәмамдалады. Ақын өз өмірінің ауыр көрінісін Тұзақ атты дастанында баяндаған. Жүрек сыры, жүрек атты өлеңдерінде ақын махаббат бостандығын жырға қосады. Ашындым, арсалаң алдында, торығу толғауларында өмір шындығы, әйелдің бас бостандығы, атқа мінерлердің озбырлығы мен әділетсіздігі жайлы сөз етеді. Дүниеге неге туып неге келдік? Көретін болсақ өңкей қорлық кемдік. Жетімдік жеткіліксіз шерлі өмірдің дүниеде болған ба тек бәрі мендік, деп ашынады ақын жаны.